Бүгінгі сабағымыз 8-ші сабақ, дәрс тәмин. Кітап бойынша 8-ші сабақ, ал біздің видеолар бойынша 7-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыз әл-мәида, дастархан тұруға болады. Әл-мәида дегеніміз араб тілінде жай үстел, жай дастархан емес, бос. Яғни дастархан қазақ тілінде де келеді, ал дастархан. Яғни жайылған дастархан. Үстінде тамағы бар. Сондай дастарханды әл-мәида деп атайды. Мәида. Келесі сөздермен бірге қайталаймыз. Минъақатун қасық, шаукатун вилка, сиккинун пышақ, табақун тәрілке, дәурақун яғни құман дейміз бе не дейміз. Кубун стакан, финчанун стакан, бірақ жаңағыдай кофесінде шай кішкене арналған стаканды финчанун деп атайды. Мәллахатун тұз салғышты мәллаха. Миндадатун үстел, тамақ ішетін үстелді нені? Миндадатун дейді. Сәлләжатун холодильник, кибрит шырпа, сабун сабын. Осы сөздерді жазып, қайталап жаттап аласыздар. Келесі сөздер. Фәкихатун. Фәкихатун жеміс-жидек. Фәуаких жеміс-жидектер, яғни көпше түрі. Фәкихатун фәуаких жеміс-жидектер деген сөз. Келесі жеміс-жидектердің қысқа ғана, аз қандай мысалдар келтірді. Бірінші хаухун. Хаухун, яғни персик. Куммәссара. Куммәссара алмұрт, груша. Куммәссара алмұрт. Жеміс-жидектерден осы фәкихатун екеуін кетірді. Хаухун және куммәссара. Келесі. Бәзилләу. Бәзилләу. Яғни горох, бәзилия деп атайды. Кейбір жерде. Бәзилия, бәзилләу. Горох. Бәмия. Бәмиятун. Яғни сондай бір жеміс жидек тамаққа қосады, сондай шырышты болады. Біздің елдерде бұл қолданбайды, араб елдерінде. Фасулия. Фасулия. Яғни фасоль. Ол белгілі фасоль. Бәдинжан. Бәдинжан. Баклажан. Корунбун. Корунбун. Корунб дейді. Яғни капуста. Қазақша қырыққабат дейді. Кусатун. Кусатун. Кусатун, яғни кабачок. Кабачки деймі, кабачок дейді солай. Хадрават. Хадрават. Хадраватты біздерде көкөністер, овощи, соны айтады. Келесі сөздерді, сөйлемдерді құрастырылған сонымен бірге қайталап, оғынып жаттап аламыз. Бәкрун юмсику сиккина. Сөйлемнің қалай жасалғандығына назар аударамыз. Бәкрун юмсику сиккина. Бәкір пышақты алды. Бәкір юмсику алды, ұстады деген мағына. Ассиккина пышақ. Яғни мафауль бихи ассиккина. Бәкрун юмсику сиккина. Пышақты, бәкір пышақты алды. Бәкрун яккулу бишшаукати. Бәкрун яккулу бишшаукати. Бәкір вилкамен жеп жатыр. Яккулу жейді, жеп жатыр. Ашшаука вилка. Би деген бір нәрсемен деген мағына. Бишшаукати вилкамен деген. Бәкрун яккулу бишшаукати. Келесі сөз. Бәкрун яшрабул маа. Бәкір су ішіп жатыр. Бәкрун яшрабул маа. Бәкір су ішіп жатыр. Әл-мау фиддаврақи. Су стаканның ішінде. Стаканның ішінде су деген мағына. Хада дәурақун фәриғун. Бұл жерде айн емес, ғайн. Фәриғун. Ғайн, фәриғ. Хада дәурақун фәриғун. Бұл стакан бос. Бос стакан. Ішінде ештеңе жоқ деген мағына. Келесі. Әл-мил'ақату ва шаукату алал миндадати. Әл-мил'ақату ва шаукату алал миндадати. Қасық және вилке үстелдің үстінде.
Милақа қасық, әшшаука вилка, ала үстінде, әл-миндадату үстел. Бәкрун яқулу әл-арузза бил-милақати. Бәкір күрішті, әл-аруззая, күрішті қасықпен жеп жатыр, яқулу жеп жатыр, әл-арузза күріш, бил-милақати қасықпен. Бәкрун яқта әл-джубна бис-сиккини. Бәкір джубында, яғни сырды, ірімшікті, біздің қазақша айтқанда, пышақпен кесіп жатыр. Бәкрун яқта әл-джубна бис-сиккини. Пышақпен кесіп жатыр. Әд-даджажату фит-табақи. Тауық тәрелкеде. Әд-даджажату алдыңғы сөздерде өткенбіз. Әд-даджажату тауық, фи ішінде, табақ тәрелке. Келесі жаттығуларды бізбен қайталаймыз. Әт-тадрибул әувал, келесі сөздерді оқылуына назар аударып, жазылуын және жаттап аламыз. Мәидатун, дастарқан, жайылған дастарқан. Мил'ақатун, қасық, шаукатун, вилка, сиккинун, пышақ, табақун, тәрілке, дәурақун, стакан, кубун, олда стакан, финжанун, олда стакан. Енді әртүрлі стакандар, бізде енді қазақшада әртүрлі айтылатын шығар, бірақ менің білетінім осы стакандар қазақ тілінде. Бірақ әрқайсысында әртүрлі стакан көрдіңіз, бір кофе ішетін, бір су ішетін стакан. Дәурақун, кубун, финжанун, түсінікті. Мәллахатун, дұсалғыш. Миндадатун, үстел. Тәлләжатун, холодильник. Кибрит, кибрит бізде шырпы дейді. Сабун, сабын. Хаухун, персик. Күммәссара, алмұрт. Фәкихатун, жеміс-жидек. Бәзиллау, ғарах. Бәмиятун, бәмия, немесе оны бәми дейді, бәмия, яғни сондай бір жеміс-жидектің түрі, суреттен қарап алсаңыздар болады. Фасулия, фасаль, түсінікті. Бәдинжан, баклажан. Фәріғ, бос. Көрінбін, көрінбі, немесе көрінбін. Капуста, қырыққабат. Кусатун, кабачок. Хадрават, көкөністерді хадрават дейді, овощи. Келесі жаттығу әт-тадрибу сәни. Келесі сөзді суреттен тауып беруіміз керек. Мысалы, біздерде мил'ақатун деп жазылып тұр. Ол қайсысы мына үш құралдың ішінде? Мил'ақатун қасық, дұрыс па? Сол демек қасыққа көрсетеміз. Миндадатун қайсысы бұл жерде? Әлбетте, үстел, бос үстелді миндадатун. Ал енді біздер мәида деп айтатын болсақ, онда ол ортадағы жаңағы дастархан жайылған дастарханды мәида дейді. Келесі табақун, қайсысы оған, қайсысы сурет бойынша? Әлбетте тәрілке. Фасулия жемісі қайсысы бұл жерде? Әлбетте ортасындағысы фасулия, фасоль. Дәл солай келесі жаттығу әт-тадрибу сәлис. Мәида, дәурақун, күммасара деген сөздерді келтірілген. Солардың әрқайсыны енді суретте келтіруіміз керек. Мысалы, мәида қайсысы? Ортасында үстел, дұрыс па? Дәурақун, яғни стакан. Күммасара, груша. Суретпен бүйтіп сызып қоюға болады. Келесі, сиккинун, бәзинжанун, фәкихатун. Пышақ, баклажан және жеміс-жидек. Қайсыған сәйкес келетінін өздерің стрелкамен көрсетесіздер. Келесі жаттығу әт-тадрибу рабиъ. Сабун. Сабун сөзіне сәйкес келетін сөз табасыздар. Ол ортасында бар. Сабунун. Біздің мақсатта бұл жерде барлық сөздер жаттап, жазып, қайталап алу. Сабун, миндадатун, фасулия, сабун, бәдинжан. يقطع ثلاجة دراجة بازلاء يقطع ماء خضروات ماء كوب كوسة فاكهة كمثرى خوخ كبريت. سنقطة التدريب الخامس келесі сабақ ضاد әрпі. ضاد әрпінің басында, ортасында және соңында әртүрлі харакаттердің келуі.
Ахдару жасыл түс, ортасында келіп тұр да әрпімен, фатхамен. Мендадатун ортасында, бейдун соңында, етаваддау ортасында, хадрават ядхаку. Яғни басында, ортасында және әртүрлі қаракетпен келетінін белгілі болды. Келесі вау ортасында, басында және соңында және әртүрлі қаракеттермен келуі. Қарап жаттап жазып аламыз. Фауқун, хадрават, сумун ол жаңағыдай сарымсақ, чеснок дейді. Ятаваддау, дәрет алу, шаукатун, вилка, даурақун, білеміз. Маузун, банан, уаджхун, жүз, келбет, даваун, етіна өлу сөздерін білеміз. Келесі тәдрибу сәлис, зәй және син әріптерін әртүрлі харакатта келуін айтамыз. Зәй әріпі аруззун соңында дамамен келеді. Хубзун, янзилу, жазарун жазылуы да басында, ортасында, соңында келді. Син, сиккинун басында кәсірамен келуі. Мударрисун соңында келуі. Ешчуду ортасында. Куррасатун ортасында әртүрлі харакаттермен келуі. Әт-тәдрибу сәбі келесі жаттығу, 7-ші жаттығуда мына суреттерде қайсы сөйлем сәйкес келеді? Астындағы жазылған сөйлемге қай сурет сәйкес келеді? Мысалы, бәкрун ектібу біл қалами қайсы сәйкес келеді? Ол мағынасы не? Мағынасы бәкір қаламмен жазып жатыр. Сол сөйлемнің үстіндегі сурет оған сәйкес келмейді. Демек, біз оны стрелкамен көрсетеміз. Бәкрун ектібу біл қалами. Келесі, бәкрун еждісі алал курси. Бәкрун еждісі алал курси. Алал курсиде отыр, үстелде. Суретте не тұр бізде үстінде? Кітаптың суреті тұр. Үстелде кітаптың суреті, әлбетте ол сәйкес келмейді. Дәл солай, әл-китабу фауқыл мәктәби. Кітап партаның үстінде. Әлбетте суреті сәйкес келмейді. Оны көрсетеміз. Бәкрун яқулу буртуқала. Бәкір, әл-буртуқал бізде апельсин. Апельсин жеп жатыр. Қайсысы? Әлбетте суреті келмейді, және оған сәйкес суретін келтіреміз. Келесі жаттығу, ат-тадрибу ат-тәмин, 8-ші жаттығу, бізде фә әрпін әртүрлі харакаттарына келуі. Фәкихатун, финджанун, яғни фә, фи, фу. Финджанун, фустанун, фә, фи, фу харакаттарында келеді. Син әрпі, сә, си, су, яғни әртүрлі харакатта келуі. Сайяратун, сиккинун, суқун, сә, си, су. Жалпы араб тілінде барлық әріптер, мәселе әріптер, фатха, кәсір, дамы, 3 харакатта келеді. Тәдрибу тәсі келесі жаттығу, фә әрпінің сөздің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакаттармен жазылуы. Фустанун, туффахун, мауқифун. Фустанун білеміз не екен, туффахун білеміз, мауқиф білеміз. Жалпы өткен сөздер. Фә, фи, фу. Сөздің басында, ортасында, соңында жазылуы көрініп тұр. Келесі ха әрпі. Сөздің басында, ортасында, соңында және әртүрлі харакат. Ха, хи, ху. Хубзун, яхруджу, хаухун. Хаухун. Түсінікті. Келесі жаттығу, әт-тадрибул ашр, 10-ші жаттығу. Қиф және мәун деген сөздерді жазу керек дейді. Жалпы біздің мына сабақтар өте оңай болғандықтан біздер мына жаттығулардың бәрін өзіміз үйде кәдімгідей дәптер арнап, соған жазып аламыз. Жаңа сөздерді, оның жазылуын, оқылуын және сөйлемдерді бәрін жазып жаттап аламыз.